Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы мен оның еншілес ұйымдарында мемлекеттік тіл саясатын іске асыру жөніндегі комиссияның алғашқы отырысы өтті. Жиынға компанияның аппарат басшысы, әрі аталған комиссия төрағасы Серік Кеулімжаев және барлық деңгейдегі филиал, департамент, еншілес ұйымдар өкілдері қатысты. Мемлекеттік тіл саясатын дамыту тұжырымдамасында көзделген міндеттерді орындау үшін қтж-да жүзеге асырылатын мақсат міндеттері және жоспарымен мемлекеттік тілді дамыту секторының меңгерушісі Ербол Тоқтағазы таныстырып өтті. Былтыр компанияның сыртқы және ішкі шығыс құжаттарының мемлекеттік тілде шығарылуы төмен деңгейде болды. Алдағы уақытта жақсы көрсеткішке қол жеткізу үшін тиісті жұмыстар жүргізу қажеттілігі отырыста айтылды. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте демекші. Енді мынау құрылған комиссияның ең басты мақсаты біздегі қазақ тілін дамыту бойынша оның қолданылуын ауқымды жасау үшін тиісті іс-шараларды жүргізу, оны жүзеге асыру. Сондықтан мынау комиссияда біз көптеген мәселелер талқыладық. Оның ішінде әдеби шығармашылық іс-шараларды жүзеге асыру. Оның үстіне мынау құрылымдық бөлімшелерде қазақ тілінің қолдануын кеңейту, мысалы қызметтік жазбалар немесе сыртқа кететін хаттар бәрі қазақ тілінде болу керек. Сондықтан құрылымдық бөлімшелерінің басшыларына, еншілес ұйымдарының басшыларына тиісті тапсырмалар берілді. Біз енді ойлаймыз, 2024 жыл қазақ тілі үшін біздің компаниямызда оның іс-шараларды жүргізу бойынша бір жақсы жыл болу керек. Енді жылдың аяғына тиісті нәтижелерді көре жатармыз. Бірақ бүгінгі күні осындай мақсаттарды біз өзімізге қойып отырмыз.